Сіздер штрафстан құрып жатырсыздар. Дәл осылай парламентте депутат Азат Перуашевтың шенеуніктерге қарата сөйлегені есте. Мәжілісменнің ашық айтқан бұл сөзі жұрттың көкейіндегісін көтеріп, ойындағысын жұлып алғандай болды. Халық айтса қалбайтпайды. Қоғамда тіпті үкімет айыппұлмен бюджеттің жыртығын жамап отыр деген айыптаулар да бар. Тұрғындардың пікірін Қаламқас Нысанбай тыңдап келді. Қала тұрғыны Талғат Жүніс елдегі айыппұл сомасы жыл өткен сайын тым көбейіп келеді деп шағымдана. Тапқаны ішіп жегеннен артылмайтын халыққа бұл едәуір салмақ салады деген ойда. Мен мысалы мына жерде тұрамын мен үйде. Мен мына жер платный парковка болған неге? Мысалы азаннан сағат 8-ден кешкі сағат 6-ға дейін мен төлеу керексің. 8-ге дейін даже. Мен үшін өзім есік алдымда тұрып, мен біреудің қалтасына ақша төлеу керекпін. Мен өзім Қарағандыдан келген кезде мен 24 сағат жатқам Теміртаудың пост терминалында. Өйткені тазалайтын 2-3 ақ КАМАЗ бар. Қазавтожол дұрыс жұмыс істемейді. Қаншама достарым өліп кетті мысалға да.